Достар, сәлем. Бүгін біз Айгерім екеуміз кездестік және екеуміз ортақ видео түсіріп YouTube каналда алғашында қалай таныстық және екеуміз екі саладағы маман болсақ та екеумізді не жақындастыратын туралы сөйлесейік деп шештік. Айгерім. Сәлем достар. Өзің туралы кішкене айтып бер. Мен Айгерім Ермекбай, заңгермін. Бұл салада 10 жылдан аса жұмыс істеймін. YouTube каналымда өзімнің видеоларым, яғни заңгерлік кеңестерім бар. Сондай-ақ ЮНИСЕФ ұйымына ерікті волонтермін. Одан басқа және де осы жылы открытая литературная школа Алматыды Олшама? Олшаны тамамдап шықтым. Болашақ жазушымын деуге де болады. Қазіргі таңда кітабым жазылып жатыр. Жарыққа шыққан кезде міндетті түрде ол туралы білетін боласыздар. Біз Гүлжан екеуміз қалай таныстық? Гүлжан екеуміз әлеуметтік желіде таныстық деп айтуға болады. Бірақ бірінші кездесуіміз iBookU.kz болған. iBookU.kz дегеніміз ол кітап құмарлардың айына бір рет жиналатын сондай бір керемет жоба, клуб. Оны ұйымдастырушы Марина Шарипова мен Айна Досқызы. Оларға алғысымыз өте шексіз. Сол кезекті желтоқсан айында болатын кездесу. Жаңа жылдан 2-3 күн бұрын. 28 желтоқсан болатын. Кітап оқитындардың корпоративі деуге болады. Сол жерде жиналған болатынбыз. Адам өте көп болған сол күні. Сол айда бір 40 шақты адам болған ғой деймін. Сол жерде басында біз әркім өзін таныстырып кетеді. Сол кезде таныстырған кезде 2016 жыл ғой дейме? 2017 жылдың желтоқсан айы болатын. Сол жылы 2017 жыл мен есімде өте көп кітап оқығанмын. Жылына 40 кітап. Сол жерде айтқан кезде осы iBookU-ға рахмет. Сіздердің арқаларыңызда мен жылына 40 кітап оқыдым дегенде маған қарама-қарсы отқан Гүлжан. Сосын өзі де оқыған кітаптарын санады ғой деймін. Мен де примерно сондай оқыған екенмін ғой деп. Бірақ енді санамаған болғаннан кейін біреу 40 кітап оқыдым десе жылына деп енді қатты таңды. Сол маған қарама-қарсы отырған еще. Мен дегеннен шошып кеткенмін. Деп. Сөйтіп дальше айттым. Сонымен қарама-қарсы отырды. Сөйтіп сол кезде басқа бір қыз айтты ғой деймін. Гүлжан, сіздің кітабыңызды көруге бола ма деп. Сосын мен қандай кітап деймін, сіздің кітабыңыз енді знаешь, мына қыздың уже кітабы шығып қойған екен ғой деп. Сонымен кітабын көрсетті жаңағыдай. Гүлжан балалар әдебиетінің жазушысы болып табылады. Сол жерде балаларға арналған ертегі кітабын көрсетті. Өте керемет жаңағы кітап, обложкасы керемет сондай. Сонымен мен айтам, қандай молодец қыз осындай кітапты шығарды деп. Жақынырақ танысқым келген, бірақ енді сол күні уақыт тапшы болды ма, білмеймін. Екеуміз екі жаққа қарай кеттік, одан кейін көрген жоқпыз. Бірақ солай енді не дейді, звезды сошлись дейді ма, бір айдан кейін 2018-дің қаңтар айында қаңтар ма еді сол? Евразийский гильдия ұйымдастырды, бір шара ұйымдастырды. Сол жерге барлық болашақ жазушыларды жинаған кезде мен де барған болатынмын сол жерге. Майя деген қыз шақырған болатын ол жерге. Мені Гүлнар Жандыбаева шақырды. Сөйтіп сол жерде Гүлжанға, ой, Гүлжан сізде келіпсіз ғой десем, деп екеуміз сонымен сол жерде қалай негізі сол кез басталды. Тіліміз қалай жарасып кетті, бір-бірімізбен сөйлесіп, кеттік. Сонымен бір-біріміздің инстаграмдағы парақшамызды тауып алып, сөйтсем Гүлжан Римбай, мен Айгерім Ермекбай, екеуміз сондай қуаны бір-бірімізге инстаграм арқылы жаңағыдай посттарымызды оқып,
солай жүрдік 2-3 айдан кейін кездесеміз деп. Гильдияда танысқаннан соң біз литературная мастерскаяны ашатын болып шештік. Сонымен Гүлнар Жандыбаева мен Майя екеуі группа жаңағы WhatsApp желісінде чат ашты. Сонымен сол чатта бәріміз отырып, ары қарай уже Инстаграмда жаңағыдай танысып, бір-біріміз көріп сөйтіп жүрдік. Сонымен жаңағы ненің артында кездестік қой. Литературная мастерскаяның артында кездестік. Осы Гүлжанның арқасында мен өмірімде вообще бірінші рет профессиональный фотосессия жасағанмын. Ол Паскучи кафетериясында болған. Ол жерде де қызық оқиғалар өте көп болып еді. Бірақ сол жаңағыдай профессиональный фотосессияны көргеннен кейін, жаңа фотографтың жасаған суреттерін, сондай өзіме деген сенімділігім артып, сондай күшті әдемі суреттер шыққан болатын. Содан кейін профессиональный фотосессия дегенді өте қатты жақсы көремін. Рахмет ол үшін саған үлкен. Содан кейін, кішкене бір уақыт өткеннен кейін Гүлжан всегда айтады: Айгерім, фотосессия жасау керек, Инстаграмда жақсы суреттер жетпей тұр. Айгерім, Инстаграмда тағы да бірдеңе жасау керек. В общем, солай Инстаграмда да өте жақсы дамытуға, алға қарай жылжуға, мынау оқырмандардың санын көбейтуге, қалай мынау қажетті посттарды жазуға өте көп осы Гүлжанның септігі тиді. Өте қуаныштымын саған септігі тигенде. Одан кейін бір жыл солай жүрдік, бір жылдан кейін өте қатты жақсы араласып кеттік. Гүлжан менің күйеуімді таниды, мен оның балаларын танимын, қай жерде тұратынын білемін. Сондай-ақ көптеген. Алғашында Айгеріммен жақындасқанбыз, есіме түсті. Айгерім үйге кітап алуға келді. Мен саған бір кітап бердім ғой. Браунның кітабын бердім. Дэн Браунның кітабын оқу керек болатынбыз. Мен iBook.U-дің жаңа қаңтардағы кітабы болатын. Ол кітапты мен алуға, сенесіздер ме, сол кезде ақшам жетпеді. Сол айда. Өйткені ол қаңтар жаңа жылдан кейін сондай болып қалады ғой. Ал мен происхождениені желтоқсанда алып қойғам. Жаңа кітапты кейін Айгерім үйге келіп алды. Негізі сол күннен бастап. Алғаш кездескеннен бастап білген біз екеуміз жақын араласып кететінімізді. Сосын кейін сұраса келе, бір 2 жылдан кейін ғой деймін, сұраса келе. Мен Гүлжанның бір данный керек болды. Не үшін керек болған есімде жоқ. Сөйтсем, фамилиясы Жунусова дейді. Мен айтам, қалай Жунусова? Менің де фамилиям Жунусова ғой деп. Кейін сұраса келсек, екеуміздің фамилиямыз бір жақтанбыз, екеуміз де оңтүстіктің қыздары болып шықтық. Оның кейін сұраса келгеннен кейін. Сосын мынау өмірге деген көзқарасымыз, мынау белгілі бір Қазақстанда орын алып жататын оқиғаларға деген жазушылықты да алып жүру жағында, марафондар. Кітапты екеумізді өте жақсы көретін адамбыз, оқи береміз. Онымен қоймай қазір кітапты жазып та жүрміз. Сондай-ақ кез келген бір жақсы бір проектлер, сондай бір өмірімізде орын алып жатқан оқиғалар болса, сразу бір-бірімізден бөлісіп жатамыз, айтып жатамыз: сен ананы жасадың ба, сен мынаны жасадың ба, анда барайық, мында барайық деп. Сондай. Мен кейбір кезде бір әлеуметтік желілерден шынымды айтсам шаршаймын. Сол кезде Гүлжан жазады: сен давно пост жазбай қойдың, сен давно видеоларың не болып жатыр, көрдім, ана видеоң мынандай, мына видеоң, Инстаграмды неге тастап кеттің? Инстаграмды тастауға болмайды, олар Ютуб екеуі бір-бірімен өзара байланыста деп, солай қайта-қайта қолқа салып, көбінесе жаңа тың идеяларды ойыма салып отырады. Осы айтқаныңа рахмет. Негізі алдында да бір видеода айтқан, алдыңда видео салған кезде айтқан, генератор идея деп айтып күлетін қыздар. Марина Сергеевнамен араласып жүргенде, құрбыларым звондап қалса, бірдеңе сұраса, сразу айтып беремін ғой. Сол сияқты қарап жүремін да, Айгерімнің Инстаграмына қарап жүремін. Мына қыз 2 аптадан бері пост салмапты, бір звондап айтып қойыңызшы деп. Сосын көп уақыт сөйлеспей, кездеспей жүріп, екеуміз кейбір бір сағат отырып сөйлесуіміз мүмкін. Просто так, кейбір кезде түнде, елдің бәрі ұйықтап қалған кезде
сосын неше түрлі идеялар келеді. Ой, олай жасайық, былай жасайық, анда барайық, мында барайық деп. Сонымен бірақ сол уақыт тапшылығына жаңағыдай жанұямыз бар дегенде, әркімнің өзінің жұмысы бар дегенде кішкене тағы да біз ана творчестволық адам болған соң біз үнемі проектілерді жинап аламыз да. Көбінесе кездесуге уақыт таппаймыз, бірақ табуға тырысамыз. Тапқан кезде обязательно бірден кейін жасауға. Видео түсіруге, фотосессия, немесе бір жаңа жобаларды, проектілерді ойластыруға тырысамыз. Қай кез келдік соңғы рет? Осында біз қазір Рамадан кафесінде отырмыз. Ақсайда орналасқан. Карантинге дейін күз айында. Мен енді YouTube каналымда видеоларымды енді түсіремін. Где-то ноябрь болды, қараша болды. Ноябрь шамамен бір қараша айында осында келдік. Әйгерім екеуміз фотосессия жасадық. Содан кейін бір-екі суретін салып қоямын. Көріңіздер, менде әлі сол суреттер бар. Негізі ең күшті фотосессия болған осы уақытқа дейін. Одан кейін фотосессия әлі болған жоқ. Әлі жасаймыз деп әлі келе жатырмыз. Одан мынау елімізде орын алған карантин өмірімізге көптеген өзгерістер алып келді. Пандемия адамдарды өзгертті негізі. Өзгертті, үйде изоляцияда болуға тырыстық. Қиын, өте. Сондықтан фотосессиямыз өте қатты алыстап кетті. Оны бірақ скоро жасаймыз деген ойдамыз. Мен себебі Гүлжанға айтып жүрмін, фотосессия керек, жаңадан суреттер керек деп. Әрине оны жасау керек. Жаңағы айтып отырғаным ғой, сондай айта дегеннің қазіргі таңда біз бір саланы ғана алып жүрмей, мысалға Әйгерім өзі юрист болса да, жаңа творчество жағынан мысалға дамып, сондай әр кез адам өзі жаңағы алға талпынып бір жаңа белестерді алып отыру керек та, жаңағы бағындырып өзіне бір әрбір біз бір айдан соң артқа қараған кезде мен осы айда не істедім, қандай мақсат қойдым, соған қалай жете алдым деген сияқты. Сондай соны адам әрдайым өсу керек. Соны жаңа Әйгерім екеуміз кездескен кезде жалпы жай ғана видео түсіріп, осыны салып қояйық, сіздер көріп, жаңа мүмкін біреуге мотивация болатын шығар деген сияқты. Өйткені бәрімізде отбасымыз бар, балаларымыз бар деген сияқты. Мысалға Әйгерімнің үйінде де кішкентай шақалақ бар қазір. Ол үнемі звондап алсаң, жаңа қолым тимей жатыр, еттім биттім деп айтып отырады да. Соны айтамын ғой, сол қызық. Біз көбінесе айтамыз ғой, менің балаларым бар, мен қолым тимейді, мен мысалы үйім бар, жұмысым бар жаңа дейді. Бірақ бәрібірде жұмыс болса да, бала болса да, туысқан болса да, ата-енеңіз болса да, негізінде әрдайым табыста ізденісте оқып, бірдеңелер оқып жүрге болады негізі. Бәрінде үлгере аламыз. Қазіргі заман талабы солай. Бір ғана бағытпен немесе бір ғана мамандықпен шектеліп қалудың қажеті жоқ. Себебі қазір мүмкіндік өте көп. Өте көп кез келген салада. Сосын мынау жаңағы марафондарды өтеміз өте көп. Қаражаттың көп бөлшегін екеумізде сол оқуға жұмсаймыз. Оқуға жұмсасақ, осы тағы да дамысақ, тағы да ары қарай бірдеңе жаңа білсек, әсіресе мынау әлеуметтік желілерге қатысты қазір мынау өте қарқынды дамып келе жатыр. Және айта кетерлік нәрсе бар. Мысалға ол оқуды оқып болғаннан кейін ол жай ғана қалмайды. Біз жаңағы білімді оны практикада істеп көреміз. Сразу кетеді, ол теорияда жазып бәрі бір жерде қалып кетеді. Просто осы жерде айта өте, жаңағы Елена Блиновскаяның марафон өткен кезде, жаңа ақшаға қатысты, ол кісінің марафоны бар. Соны өткен кезде жаңа айтады, 20 мамырға дейін сендер жаңа өздеріңнің алдарыңа қойған сомадан бір нөлін алып тастап, соңынан жаңа ақшаны табу керексіңдер дейді. 9 күн. 9 күннің ішінде мен 50 мың теңге табуым керек болатын. Бірақ 9 күннің ішінде менің қолыма 130 мың теңге түсті. Оның бәрі өзімнің таза еңбегіммен келді. Және мен айтайын деген қатты қиналған жоқпын. Көрдіңіздер ма, ол марафонмен өткен жоқпын әлі. Скоро өтем. Бірақ қазір уже Әйгерім. Мен 2 марафонын өттім, Елена Блиновская. Гүлжан уже 3-ін өтіп қойды. Мен 3-ін өттім. Және жазылып қойған 2 марафоным бар. Блиновскаяның тағы 2 марафоны уже жазылып қойды. Мен чатқа қосып қойды. Жақында ол марафондарды өтем. Просто біз қазір сіздерге жеткізейік деп отырған мәселе былай ғой.
әрдайым ізденісте болып оқысаңыздар, сіздер ойлайсыздар, қойшы ол курс мысалға там 30 мың, 100 мың, 50 мың бірдеңе тұрады ғой, ол ақша жұмсаймын. Ол ақша ол бізге салып отырған ресурс. Ол ресурс, инвестиция, ол жаңағы біздің ішімізде қалмайды, ол жай ғана қалмайды, оны ертең біз табыс көзіне айландыра аламыз. Қандай сіз курс, мысалға биыл өтсеңіз де 2 жылдан кейін ол білім бір 10% қалса да, оны сіз ертең оны істете аласыз. Кез келген жағдайда өзіңізбен бірге қалатын нәрсе ол білім. Қандай өмірде, қандай жағдай орын алса да, немесе әлемде, немесе елде дейміз ғой, ол білім сізбен ғана қалатын нәрсе. Сондықтан білім алыңыздар. Мысалға, мен айтайын, изоляцияда отырғанда карантинде 2 айдың ішінде мен 8 курс өттім. Ол деген керемет дүние. Шынымен де кәдімгідей неше прямой эфир, неше вебинарлар бірінші айда әсіресе. Себебі барлығымыз карантинді 1 ай болады деп. Енді ондай кезде мысалға үйде жатқан кезде творчестволық адам жай ғана жата алмайды, ода энергия деген көп қой, оны бір жерге жұмсауымыз керек. Сондықтан біз білім алдық. Мысалға Әйгерім екеуміз үнемі WhatsApp-та сөйлесеміз, содан кетеді, мен ана курс өтіп жатырмын, мен мына курс өтіп жатырмын деген сияқты. Ол просто айтқымыз келгені сіздің айналаңыздағы адамдарға да байланысты да. Мысалға, сіз қандай адамдармен дос боласыз, айналаңыздағы 7 адамның ортақ бір бөлшегі ол сіз. Соны да мен өзімнің үйде сіңлілерім бар, мысалы, соларға да айтып отырамын. Жақсы қыздармен араласыңдар, білімді, жақсы ортада жүріңдер. Өйткені айналаңдағы 7 адамның ортақ несі сен боласың. Сен сол соманы сенің нең деп. Мысалы, сенің айналаңдағы адамдарды есептейтін болса, сен сондай боласың. Өйткені жаңа кіммен бірге жүресің, сен сол адамның жаңа ырысында аласың, басқасында қасиетінде, мысалға, немесе басқасында алып жүресің деген сияқты. Сонымен оқыңыздар. Қазір менде тағы басталып жатыр. Ел демекші. Уже басталды, 27-сінде басталды. Қазір 4 курс. Июль айында 4 курс өтем, және оның бәрі өте жаңағы жұмыс істеу керек болатын курстар. Оның бірі жаңағы ол курстың біреуі жаңа ақшаға қатысты, ақшамен адамның. Кімнің курсы? Қазір оны авторын айтпай ақ қояйын, өйткені бір реклама сияқты болып кетеді да. Елена Блиновскаяны мен айта беремін, потому что Блиновская. Бізде реклама жасайтын адамдар өте көп. Себебі, бірақ бір курс өтейді деп жатырмын, былай екен, адам денесімен айтып тұрады екен да, қимылымен, іс-әрекетімен, көзқарасымен қанша ақша табатыны адамның іс-әрекетінен білінеді екен. Сондықтан сен қалай жүрсең, отырыс-тұрсың бәрін қалай өзгертсең, сенің жаңа ақша шақыратын энергияң үлкейеді екен да. Содан кейін қайда жүрсең жаңағы бір ақша жабысып жүреді екен да. Мысалы, жұмыс, бір проект, бір идеялар келіп, жаңағы действительно ақша табатын сондай. Өте керемет. Сонымен сол курсты өтіп болғаннан кейін жаңа результаттар болса ғана сіздерге арнайы бір ролик түсіремін. Ол да бір бөлек болады. Күшті, мынау әр марафонда, әр оқыған курс болсын, вебинар болсын, сондай бір көптеген идеялар туындатады, сізді өзгертеді. Біз енді осындай қазіргі жетіп отқан жетістігіміз бір күнде немесе бір жылда болған жоқ. Оған біз ақырындап, не дейді, кирпичик за кирпичиком дейді ғой, әр курс, әр марафон, әр вебинар ол сіздің кірпіш сияқты қаланып үлкен тұлға болып қалыптасуыңызға алып келеді. Соны бір есіме түсті. Кеше ғана, күні кеше Яндекс.Тенде менің блогым бар, сол жерге жазғам. Метод 5 лет деп, как основа к реализации новой жизни. Жаңағы былтыр мен Роберт Кийосакидің кітабын оқыған кезде, Кийосаки жазған ғой, жаңа адам өзінің алдына бір мақсат қойған кезде, өмірін өзгерткісі келген кезде, жаңағы привычкалар енгізген кезінде 5 жыл өзіне срок беру керек екен да. 5 жылға дейін алған беттен қайтпау керек екен. Мысалға, сіз бір жұмыс бастасаңыз, 1 жыл тырыстыңыз, ештеңе болмады, қойшы, бұл болмайды екен, менікі емес деп қайтпауыңыз керек екен. Мысалы, соны сіз 5 жыл бойы істейтін болсаңыз, 5 жылда демек действительно сол жаңа үлкен дәрежеге сіз көтере алатын жағдайда екенсіз. Егер 5 жылдан кейін сіз өзгермесеңіз, көтерілмесеңіз, демек ол сіздің жолыңыз емес, басқа жол уже таңдау керек болады. Бірақ шынымен де былай қарағанда, Әйгерім екеуміз уже достасып жүргенімізге 3 жыл болып кетті, 3 жыл болды. Бүйтіп қарағанда, осы 3 жылда екеуміз шынымен де қатты өстік.
Иә. Тағы 2 жылдықтан не болатынын білмеймін, бірақ екеумізде де міндетті түрде кітап болады. Оған мен сенімдімін. Оған дейін бір кітабымыз шығады. Гүлжанның бір кітабы шығып қойды уже. Иә. Келесі кітаптары шығады. Менің бірінші тұңғышым. Сол кітапты Инстаграмда жаңа танысқан кезде 2 айдан кейін ғой деймін. Профессиональный суреттері дайын болды. Бұның жаңағы кітаптың тұсаукесерінен сөйтіп қаңтар айында пост жазып салды Инстаграмға. Сосын мен жазамын ғой, неге сен мені кітабының тұсаукесеріне шақырмадың деп презентацияны. Сөйтсем айтады, мен сені қайдан шақырамын, танымасам қараша айында болып кеткен презентация ғой бұл деп. Сол кезде қатты күлгеніміз бар. Мен айтамын, мен қалай қалып кеттім, мені неге шақырмайсың деп. Сөйтсем, мен сені ол кезде танымай қалдым ғой, білмедім ғой сенің бар екенін деп. Желтоқсанның 10-ында презентация өтті да. Әйгерім екеуміз 28-інде таныстық. Получается, где-то бір 3 апта көлемі ғой ары қарай. Сіз маған жазасың, сонда мен неге презентацияға шақырмағансың? Сіз мен Әйгерімге айтамын, ол презентацияға шақырмаған себебім өйткені мен сені танымадым ғой. Мен сені оған деп білмедім деп. Сондақты екеуміз жақын араласып кеткеніміз соншалықты жаңағы айтады ғой, шекара жоқ та, мысалға бір не сияқты да, бұрыннан бір-біріміз танитын сияқты. Гүлжан уже менің бар секреттерімді біледі. Бәрі. Ертең Әйгерім Форбсқа шыққан кезде компроматты осы бастан дайындап жүр ол. Ал сонымен, в общем, біз сіздерге осы ролигімізде айтқымыз келгені, жан-жақты болыңыздар, әрдайым оқыңыздар, ізденісте болыңыздар, қорықпаңыздар. Қорқудың ешқандай қажеті жоқ. Шаршамаңыздар. Және былай ғой, ұйқыны да қиюға болады, өйткені ұйықтап біз әрдайым үлгереміз. Былай қарағанда, мен күнделікті 5-6 сағат қана ұйықтаймын. Елдер айтады, міне қалай олай жүрге болады, ол мүмкін емес деп айтады. Бірақ бір айтқым келгені, жаңағы 10 жыл бұрынғы өзіме қарасам, алдыңғы Гүлжанға қарасам, қазіргі Гүлжанға қарасам, айтам, ұйқың азайғанына шүкір. Көбірек оқып, ізденісте болғаныңа шүкір деп. Сондай болу керек. Қазір заман талабына сай, өйткені біз қалай жүреміз, біз балаларымызға да соны көрсетеміз, біз ортамызға да соны көрсетеміз, өзімізден кейінгі бауырларымыз бар, мысалға інілеріміз, нағашы жұрттың, мысалға қайын жұртымыз. Мен алдындары кішкентай ғана жаңағы қыздар болып жүрген өзімнің сіңілерімді 10 жыл, 15 жыл көрмей кейін келген кезде жаңағы мә саған деп сондай бойлары ұзын жаңағы өсіп кеткен сол қыздарға қараған кезде жаңағы өзімнің сіңілеріме уақыттың өтіп бара жатқанын кәдімгідей байқадым. Сол кезде бір қуанатын, менде бір ұстаным бар, әрбір күн бос өтпеу керек деген. Күнде бірдеңе болса да жасап қойым керек та. Сол сияқты сондай нәрсе өзіңе бір әдет қылып алу керек өзіңе. Сосын айта кететін жаңағыдай айтып жатырмыз ғой, курстар, марафондар, вебинарлар, олардың барлығы әрине тегін дүние емес, оның барлығы ақша тұрады. Бірақ енді Гүлжан екеуміз сол бір ерігі бір қай курсты сатып алсақ екен деп ақшамыз тасып жатқан жоқ. Бір кездер болады, бір жақсы возможность жаңағыдай курстар арзандатылып сатылатын кездер болады ғой. Бірақ кейбір кезде екеумізде шыны керек бір тиын да болмай қалады. Ондай кез бәрімізде. 5000 теңгелік курс болса да, оны сатып алуға кейбір кезде возможность болмай қалады. Ондай енді біз енді жаңағыдай айтатырмыз ғой, ақшамыз асып тасып бара жатқан жоқ. Сондай бір қарапайым отбасыдан шыққан, қазіргі өмір сүріп жатқан салтымыз да өте қарапайым. Сондықтан да бірақ біз соның жаңағы өзімізге салған инвестицияның қайтып келетініне көзіміз жеткендіктен салуға тырысамыз. Әрине, оқи берсең оқудың өте түрі көп, оған салынатын ақшаның жаңағыдай мөлшері де кейбір кезде үлкен болады, кейбір кезде кішкентай болады деген. Бірақ соның барлығына уақыт тауып, бір марафоннан бір марафонға кей кезде үлгермей де жатамыз. Ол әрбір алып жатқан біліміміз, ол біздің келешекке салып отырған инвестициямыз. Ол біз ертең оның жаңағы несін, урожай дейді ғой, несін жинап, бәрін жемісін көретін кез келеді. Соған сенімдімін. Өйткені қазір мен Елена Блиновскаяның 2 марафонды тағы жазылып қойдым. 3 марафон өткен кезінде өмірім кәдімгідей өзгерді дегенде, даже тіпті ой
депрессия деген жаңағы ондай нәрселерден арыласыздар. Өте керемет, әйел марафондар да өте керемет. Иә, негізі көремін инстаграмнан кіріп қарасаң да кәдімгідей көрініп тұрады. Жаңа өте жақсы ана, жақсы әйел, өте білімді кісі, жаңа көп білімді бере алатын, энергиясы жететін кісі. Сондықтан дауысы қандай керемет. Әсіресе жаңағы медитацияны тыңдаған кезде немесе бір успокаивающий, бір спокойно тонмен бірдеңе айтады ғой. Сол кезде бір жаңда отырып, бір кухняда бір әңгімелесіп отқан құрбың сияқты сөйлеседі сенімен. күшті, иә. Сондықтан өте керемет кісі, марафондары деген. Сондықтан сол бүгін сіздерге айтатынымыз сондай. Негізі өте қуаныштымын сөйтіп осындай ортада жүріп Әйгеріммен танысып кеткеніме. Өйткені екеуміз кәдімгідей жақын құрбы болып кеттік. Бұдан кейін де мысалға екеуміз тіптен шетелге кетіп жатсақ та көрші болатын шығармыз Иә, міндетті түрде деп айтып күлемін. Енді әрине біз Қазақстанды тастағымыз келмейді, бірақ адам өсу үшін арасында шетелге шығып тұрғанда дұрыс. Басқа мемлекетте 3-4 жыл өмір сүріп келсең, мына жаққа келген кезде адамдарға берерің де көбейеді. Жаңа көресің да, мысалға мынаны істегің келеді, былай өзгерткің келеді деп, мысалы солай уже біліп тұрасың. Және көп нәрсені уже беруге, жаңа бере алатын энергиямен жүресің да. Тағы да айтып кететін нәрсе, бүгін біз мынау видеоны түсіріп жатқан локация Рамадан кафесі. Керемет, бұл жердің тамақтары. Иә, және өте тыныш. Бұл халал кафе, бұл жерге келгенде сіз тыныш отыра аласыз. Мысалға мен өзім темекі шеккенді жақтырмаймын. Кальян, темекі, арақ ішкен, жаңағы араққа қатысты жаңағы дүниелер бар ғой, спиртный напитки дейді. Мен сондай нәрсені мүлдем ұнатпаймын. Ал Рамаданға келсең, үнемі рахат. Шынайы халал жер, жаңа жұмыс істесең де, отырып отбасыңмен келіп тамақтанып кетсең де, құрбыларыңмен, достарыңмен кездессең де өте керемет жер. Ең бастысы бағасы қолжетімді. Иә, бағасы тіптен керемет. Сондықтан осы роликтің астына Instagram парақшасын тіркеп салып қояйық, Әйгерім. Иә. Сіздер де кіріп көріңіздер. Бұл просто... Иә, бірақ көп келе бермеңіздер мына жерге, потому что бұл жер біздікі. Бұл жер біздікі. Бұл жерде постоянно біз брейншторминг жасаймыз. Немесе видеоларымызды түсіреміз. Тимбилдинг өсіреміз. Немесе просто екеуміз келіп мына жерге таңғы асты ішеміз. Так что сол кезде мазаламаңыздар. Жоқ, былай қарағанда, шынымен де бұл жарнама емес, сіздерге айтқымыз келеді. Менен мысалға өте көп сұрайды, және қанша көрсеткен құрбыларымның бәрі осы жерден шыққысы келмейді. Мен Рамадан маған сондай ұнайды деп. Өйткені бұл жерде тамақтары да халал, дәмді, бағасы да өте тиімді, қолжетімді. Және қашан келсең де тазалық бірінші орында, және сервис өте керемет. Бұл жердегі қыздарда әрдайым көңілін тауып бірдеңе істеп жүреді. Сондықтан жай ғана айта кетейік, күшті жер, бізге ұнайды. Сіздерге де ұнайтынына сенімдіміз, отбасыларыңызбен келіңіздер. Өте жаңа қаланың ортасында бір жайлылық, тыныштық орнаған жерде кіріп кетсеңіз де, или болмаса сыртта отырсаңыз, сыртта отырсаңыз да, тіптен жаңағы көшенің бойында, мойыншылың бойында отырған кезде керемет, жаңағы бір ерекше жаңа қаланың энергетикасын бүйтіп өзіңе алып отырасың, күшті. Достар, біз Рамаданнан шықтық, Әйгерім екеуміз келе жатырмыз. Кішкене екеуміз кішкене жаяу жүрейік деп шештік. Өйткені ары қарай жаяу жүріп, тағы да видео түсіріп, кейін ары қарай кетеміз уже жұмыстарымызға. Мен қазір жұмысқа барам. Жаңа ғана видео түсіріп жатқан кезде орысша нұсқасында Әйгерім бір сайт туралы айтып өтті.
психологиялық көмек жайында. Карантинде адамдар мысалға сіз егер депрессияда болып бір қысылып сұрақтарыңыз болса, специалистермен сөйлескіңіз келсе, онда сол сайтқа кірсеңіздер болады. Әйгерім айтып берші сол сайт туралы. Мынау карантин кезінде болған депрессия жайлы. Бірінші ай менде депрессия ешқандай болған жоқ, себебі жұмысым өте көп болды, проектілерім де көп болды. Иә. Карантинді 2 айға созамыз дегенде менде сондай қатты депрессия болды. Енді не болады? Жұмысым не болады дегендей. Иә, дұрыс қой, ақша жағы бәрін ойландырады, әрине бұл бәріне қысым. Үйде отырған өте қатты ауыр, психологиялық түрде. Бір жерге барғың келіп, бір нәрсе сатып алғың келіп болды ондай. Достарыңмен қыдырғың келіп, шыққың келіп, бір түрмеде отырған сияқты үйде. Иә. Сосын мен сол кезде как раз ЮНИСЕФ ұйымына еріктілерде волонтер болған болатынмын. Солардың арқасында осы сайт туралы білдім. Ол жерде психолог мамандар онлайн және анонимді түрде тегін көмектеседі екен. Осы карантинге байланысты туындаған жағдайлар бойынша. Ол жерде жаңағы раздел дейміз ғой, бөлінген кішкентай балаларға арналған көмек, психологиялық ересек адамдарға және де өте ересек адамдарға. Және де осы карантин кезінде олар қандай проблемаларға жолығады. Қандай проблемаға тап болады, депрессияны қалай жеңуге болады, соның бәрін сұрасаңыздар болады. Өте керемет сайт. Міндетті түрде Гүлжан төменде сілтемесін қалдырады. Сілтемесін қалдырамыз. Көмекке жүгініңіздер, оқыңыздар. Жоқ, мысалға сондай специалистерге өздеріңіз сұрақтарыңыз қойсаңыздар жақсы. Өйткені біз достардан сұрағанда не айтады, олар өз көзқарасын ғана айтады ғой. Бұл жерде ең бірінші жаңағы бұл сайттың пайдасы тегін профессионалды психологиялық көмек. Қазіргі таңда психологқа жүгіну ол да екінің бірінің қалтасы көтермейді. Мысалы мен психологқа қалтам көтермейді, сондықтан да осы керемет сайтты пайдаландым. Өте күшті. Достар, өте күшті деп ойлаймын. Негізінде карантин кезінде мен өзім білмеймін не үшін, бірақ менде ондай депрессия деген жаңағы ондай ештеңе болған жоқ. Бірақ бір кез көзіме сол сайт түскен болатын. Бірақ көңіл күйім жақсы болғандықтан ол сайттың ішіне кіріп көрген жоқпын. Бірақ қазір Әйгерімнің айтып отырғаны маған ұнап тұр. Егер шынымен де саған көмектескен болса, онда демек ол ары қарай да көп адамдарға көмектесе алады деген ғой. Сондықтан сілтемені міндетті түрде астына қалдырам, кіріп көріңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге үлкен алғыс. Біз сіздерге Әйгерім екеуміз тағы да бір-екі видео түсіреміз. Ол бүгін үлгермей жатырмыз негізінде. Бірақ ары қарай да көп нәрсемен бөліскіміз келеді. Оның бәрін айтып отырамыз. Бізбен бірге болыңыздар, міндетті түрде қарап жүріңіздер. Рахмет үлкен назар аудартып көргендеріңізге. Сау саламат